Сәлеметсіздер ме, құрметті Ұлы Отан соғысының ардагерлері. Міне, биыл сұрапыл соғыстың аяқталғанына 9 мамыр күні 75 жыл толады. Баршаңызды ұлы жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Отан алдындағы келешек ұрпақ алдында жасаған ерлігімізді, батылдығымызды ақ жүректен жарылып шыққан шынайы таза, ақжарқын алғы сөздермен қалай жеткізсем деп ойлаймын. Қанша алғыс айтсақ та артық болмас еді. Біз сіздің ерлік, батырлығыңыз үшін және де фашистермен бетпе-бет келіп, қорықпай шайқасқаныңызды мақтанышпен еске аламыз. Ол күндерді жадымызда сақтап сізге бас иеміз. Бізге сыйлаған бейбіт өмір, тыныштық, молшылық және бақытты балалық шақ сіздің және майдандастарыңыздың арқасында келген жеңіс. Жеңіс деп ашық аспан астында қуанышымды айқайлап айтқым келеді. Ұрпақтың парызы бұл күнді есте сақтау. Сіздердің арқаларыңызда бейбітшілікте, тәуелсіздікте бақытты өмір сүріп жатырмыз. Елімізде мәңгі бейбітшілік болсын. Елбасы жасасын, еліміз жасасын. Елім деген ерлердің Аты ешқашан өлмейді. Мәңгі алаудың жалыны Ешқашан да сөнбейді. ұрпақтарың сізге ұқсап, Жауға жерін бермейді. Құрметті Ұлы Отан соғысының ардагерлері және тыл еңбеккерлері. Сіздерді Ұлы Отан соғысының 75 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Біз әділет пікірталас орталығының жастары сіздердің жас ұрпақ үшін жасаған ерліктеріңізді ешқашан ұмытпаймыз.